Ал номері 32-ші орта мектеп гимназиясында тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған ашық сабақ өтті. Іс-шараға 9, 10, 11-ші сынып оқушылары қатысты. Олар ұстаздармен бірге тәуелсіздіктің 3-10 жылдығы төңірегінде сабақ өткізіп, өз ойымен бөлісті. Оқушылар патриоттық сезімді арттыратын өлең шумақтарын оқып, құрдастарына үлгі көрсетті. Шара соңында қатысушылар бір-біріне сұрақ қойып, пікір алмаса отырып, ел жетістіктерінде насихаттады. Жеткен жетістіктері осы тәуелсіздігіміздің қарқындап дамуындағы үлес қосқан үлкен-үлкен ағалардың, әпкелердің еңбектері, соның ішінде әрине елбасымыздың да даму стратегиясына қосқан ең үлкен жетістіктер төңірегінде де шәкірттеріміз өздерінің сөз қозғағанда, өздерінің сөздерінде соны тілге тиек етіп айтып отырады. Біздің мектеп гимназия негізінен кез келген шәкірттерінің барлығы өзінің отанын, елін сүюге келген кезеңде ерекше ықыласпен орындайды. Міне бұл балаларымыздың бойындағы бір жігерлікті, елге деген осындай үлкен еңбек еткен қасиетті азаматтарының бойларындағы ұлы қасиеттері өздерінің бойына да алып жатқанының үлкен бір жетістігі деп білеміз.